Александр Сергеевич Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасы мамандықтар әлеміне саяхат видеоролигін ұсынады. Мен өскенде автобустың жүргізуші болатын шығармын. Сол кезде үлкенді де жасты да баратын жеріне кешіктірмей жеткізем. Мүмкін құрылысшы болармын. Астанада әсем үйлер тұрғызам. Ол үйлер жылы әрі жарық болады. Әлде мұғалім болсам ба екен? Онда барлық балаларды тек қана жақсылыққа баулар едім. Менің елім Қазақстан. Мамандық таңдау әрбір мектеп бітіруші түлектің мақсаты. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді халық. Барлық адам баласының арманы болады. Өйткені таңдаған мамандығың ертеңгі сенің өмірің, болашағың, қоғамның болашағы, еліміздің ертеңі. Американдық кәсіптер сөздігінің мәліметтері бойынша 40 мыңға жуық мамандық түрлері бар. Статистиктердің зерттеуі бойынша жыл сайын 25 миллион адам өзінің жұмыс орнын ауыстырып, оның 12% қайтадан өз орнына қайтып оралады екен. Қазақстанда осы мамандықтардың 300-ге жуық түрі кездеседі. Осы көп салалы мамандықтар арасынан таңдау жасау әрине оңай емес. Ең бастысы, адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет. Және оның мамандығы өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қоса алатындай болуы шарт. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын, қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Адам өзінің болашақ кәсібіне әртүрлі жолдармен келеді. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілеттілігіне, бейімділігіне, қалауына сүйенуі керек. Сондай-ақ өз мамандығының 10-20 жылға дейінгі өз сұранысын жоғалтпауына көңіл бөледі. Бұл мамандықтарға деген бір қалыпты сұраныс деп аталады. Қазіргі кезде өз сұранысын жоймаған, кең тараған мамандықтарға шаштараз, тігінші, құрылысшы, аяқ киім шебері, ағаш ұстаз сияқты мамандықтар жатады. Қандай мамандық болмасын, адам өз таңдауына қызығушылығы болса, өз жұмысын ұнатып істейді. Қазіргі кезде әлем тез дамып келеді. Күннен күнге жаңа мамандықтар пайда болып жатыр. Соның көбі біздің қоғамға бейтаныс. Заңгер, қаржыгер, журналист сынды мамандар көп екені бәрімізге мәлім. Ал қазіргі жастар жаңа салада жұмыс істегісі келеді. Жаңа технологиялар енгізу арқасында әр сала мамандықтары даму барысында. Жаһандану заманының талабына сай маман атану табысқа жеткізетін жол. Енді болашақтың жаңа мамандықтарының бірі IT-медик мамандығына тоқталайық. IT-медицина деген не? Өздеріңіз білетіндей, медицина бір орында тұрмайды. Жыл сайын жаңа технологиялар пайда болады. Зерттеу әдістер жетілдіріліп, ұсынылатын қызметтердің сапасы жақсарады. Бірақ заманауи жабдықтардың артында заманауи дәрігерлер пайда болу керек. Сондықтан да IT-медицина болашақта қажет мамандықтардың бірі болады. Себебі дәрігерлер жеке емдеу жұмысын жүргізеді. Ол үшін өзінің емделушісінің анализ сараптамасын алып, зерттеп, емделушімен бір апта немесе бір ай көлемде жеке емдеу жұмысын жүргізеді. Мысалы, қазіргі уақыттағыда емдеушінің жалпы анализін алып, барлығына бірдей емдеу жұмысын жүргізбейді. Әрбір адамды жеке қабылдап, жеке анализ жасап, соның ағзасының ерекшеліктеріне қарай емдеу жұмысын жүргізеді. Бұл жерде жасанды интеллект көмекші ретінде болады. IT-медицина халықтың табиғи өсуіне, сондай-ақ кейбір дамушы елдерде білікті медициналық көмекке қолжетімділіктің шектеулі болуына байланысты пайда болды. Заманауи денсаулық сақтаудың негізгі міндеттерінің бірі адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту және олардың денсаулығын нығайту болғандықтан, медицинаны біртіндеп цифрландыру әдістері дәрігерлердің жұмыстарын едәуір жеңілдетіп, олардың күнделікті тәжірибесіне енеді. IT-медик деген кім? IT-медик бұл медицинаны да, информатиканы да жақсы білетін жан-жақты маман. Медициналық мәліметтермен әр науқастың медициналық картасын базада қадағалап басқарып отыратын, медициналық техниканың бағдарламалық жүйесін жасайтын және болашақта үлкен орын алатын білікті дәрігер мамандығы болып табылады. IT дәрігерлерінің қызметі көптеген деректерді өңдеумен,
және кіріс медициналық ақпаратты талдаумен байланысты. Дәл осы қызметкерлер медициналық техникалық негізі болатын құнды бағдарламалық жасақтаманы жасайды. Ол диагностика саласында да әртүрлі ауруларды емдеуде қолданылады. Заман өзгерген сайын адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болды. Қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, сәйкесінше түрлі мамандықтар келді. Қазір сауда-саттықтың жүріп тұрған заманы болғандықтан, көптеген мамандықтар осының төңірегінде деуге болады. Агенттер мен менеджер мамандықтары сұранысқа ие десек артық айтпаймыз. Мысалы, коммерциялық агент, жарнамалық агент, туристік агент, финанстық менеджер, сауда-саттық менеджері, жоба менеджері, кеңсе менеджерлері, тағы басқа мамандықтар бар. Келген еңбек мамандық емес. Еңбектің мамандық деп аталуының өзіндік шарттары бар. Бірі, маман атануыңыз үшін білім алып, қолыңызға сол саланың дипломын, әлеуметтік аттестатты, не сертификатын алу керек болса, екінші еңбегіңізге ақының төлегені қажеттілігі. Әлемде өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар. Өз жұмысын жанымен сүйіп істейтін адамдардың да саны аз емес. Мамандық таңдаудан жаңылмай, өз өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалауыңызға тілектеспіз.